Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін гастритті үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Гастрит асқазанның шырышты безінің қабынуынан пайда болады. Ауруды елеусіз қалдыруға болмайды. Уақытында тексеріліп, қажетті ем шараларын жүргізбесеңіз, соңы асқазан жарасына немесе қатерлі ісікке айналуы мүмкін. Гастриттің алғашқы белгілері: асқазанның жоғарғы жағы сыздап ауырады, тамақтан кейінгі ауырлық, тамақтан соң жүрек айнып құсу, ащы немесе сасық кекіру, таңғы уақыттағы қыжыл, іштің кебуі, нәжістің өзгеруі, іш өту немесе іш қату, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, жалпы жағдайдың нашарлауы, шаршау, ұйқысыздық, жұмысқа қабілеттің төмендеуі, терінің құрғауы, тырнақтың сынғыштығы мен шаштың түсуі болып табылады. Созылмалы гастрит басқа да ағзалардың жұмысына кері әсер етіп, бұзылуына септігін тигізеді. Нақтырақ айтқанда, гастриттің әсерінен қан қысымы төмендейді. Тахикардия пайда болады. Оған қоса қаназдық, бас ауруы, тершеңдік пен панкреатит мазалайды. Егерде сізде жоғарыда жазылған белгілер байқалса, немесе асқазандағы ақауды анықтағыңыз келсе, онда гастроэнтеролог дәрігерлер қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер сізді толық тексеруден өткізген соң емдеу нұсқаулығын ұсынады. Ал сізде дәріге аллергия болса, онда үй жағдайында емделуге болады. Біз ұсынған бұл әдіс ауруыңыздың аюына септігін тигізеді. Бірінші, қарақұмық ботқасы. Гречка. 3 ас қасық қарақұмықты термостағы 10 ас қасық қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Бұқтырылған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емделу мерзімі 1 аптадан 2 айға дейін ұзарады. Бұл тұнба асқазанның ауруларын бәріне ем болатын қасиетке ие. Және де екінші, грек жаңғағының тұнбасы. 20 грамм ұнтақталған грек жаңғағын 1 стакан қайнаған суға салып тұндырасыз. Әр минут сайын араластырып тұруды ұмытпаңыз. Шамамен жарты сағаттан соң сүзіп алып, 2 шай қасық бал араластырыңыз. Дайын болған тұнбаны күніне 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасы. Аллергияға қарсы азықтардың тізімін толықтыратын бөдене жұмыртқасы адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдарды заттардан қайнар көз десек те артық болмас. Осындай бағалы қасиетімен белгілі бұл жұмыртқа асқазан ауруларында емдеуге қабілетті көрінеді. Одан бөлек иммунитетті көтереді әрі ағзаны қуаттандырады. Ол үшін күніне 1-2 дана жұмыртқа жеуге әдеттеніңіз. Егер сіз үзбей 2 ай бойы бөдене жұмыртқасын қорек етсеңіз, онда саулығыңыз кез келген қауіпті аурумен күресе алады. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігерлерден кеңес алыңыз. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар, ауырмаңыздар.